Это скала Адам ата және Хауа ана деген скала ортасынан өтесің. Там будто местами өте қиын өтуге, а местами так легко. Но говорят, легенда гласит, как даже толық адам болса өтіп кетеді, арық болса да өтпей қалуы мүмкін дейді да, ниетіне қарай дейді. Не знаю, я там прям на ура прошла, на ура. Поначалу было страшно, конечно, как будто пройду или нет, но я прошла. Оказывается, там лицевая сторона Адам ата деген скала екен, а ар жақ сторонасы Хауа ана деген скала екен. И Адам атаның скаласының бер жағы андай тесік ойықтар бар, это как будто Адам атаның қабырғасы деп аталады екен. И алдыңғы жағында қолмен 5 саусақтың ізі бар екен. Орталарында жастық сияқты бір тас қыстырылып тұрады, оны жастық деп аталады, некелі жастық па солай аталады екен. Екеуінің арасындағы типа неке сияқты ма сондай. Ал ана Хауа ананың тасы скаланың ар жақ шеті бас жағында тай қазанның орны сияқты орын бар екен, қазан. Одан кейін ары қарай жүре берсең екі пол ұл бала және қыз баланың жынысын көрсететін скаладан сөйтіп ойылып шығып тұр екен. И ар жағында ананың омырауынан сүт тамған деген сияқты омырау сияқты тас, и ар жақта ашыған қамыр деген силуэт мүсінделіп тұрады екен. Өте сондай керемет. Оң аяқпен кіреді екен. Өте алсаңдар, өтіп кетсеңдер өтіңдер, өте оңай қысылып атсаңдар, артқа қаратай шыға салыңдар деді. Ортасынан өтуге болады екен бұл скаланың, болмаса Адам ата жақтан қабырғасының ортасынан өтуге болады екен. Аяқта қысқа кішкентай ғана бір жолдан өтеді екен. Ал ортасынан өткен өте қызықты екен. Прям советую всем, очень классная скала. Білмеймін енді, өтіп кетсеңдер бәрі жақсы ниеттен түзу екен деді ғой. Что енді прям екінші рет өтейін деп шығылап тағы барсам болмайды екен, екінші рет өтуге тек бір-ақ рет өтеді екен. Потом жанында анадан шыққан бала деген тас бар екен, ортасынан балалар өтетін 13 жасқа дейін. Ана Адам ата мен Хауаның ортасында 13 жастан бастап өтуге болады екен. Өте көп тастар, мүсіндер бар, керемет жер екен.